Қыран мен құзғын. Бір күні бүркіт қара қарғаға кезігіп: «Қарғам, екеуміздің де тегіміз құс, бірақ сендер жуас құссыңдар. Не болса соны жеп 300 жылға дейін өмір сүресіңдер. Ал біз болсақ 30 жастан әрең асып барып жығыламыз. Бұл қалай?» деп сұрапты. Сонда қарға: «Сендер ылғи жемтікті тірідей жеп қанын ішесіңдер. Ал біз болсақ тек өлекселермен ғана күн көреміз» депті. Содан кейін бүркіт пен қарға екеуі жемтік іздеуге шығады. Ұшып келе жатып, айдалада бір жылқының өлексесін көздері шалады. Іздеген жемі табылған қарға өлексені құшырлана шоқи бастайды. Ұзақ өмір сүруге себепші болар ма екен деп оймен бүркіт те дәм татуға кіріседі. Жемтікті шоқи берген бүркіт кілт шегіншектейді. Құрысын, иістеніп кетті. Өте дәмсіз екен, жүрегім айнып тұр. Мұндайды жеп 300 жыл өмір сүргенше ата-баба салтынан айнымай 30 жыл өмір сүргенімнің өзі артық екен» деп ұша жөнеліп